па сол? Иә, қызық болып тұр. Енді не айтам? Не айтсам ба деген. Hello, hi, how are you десе. Көзді жұмып көргенде Махаббатыңды көресің. Сенің атың шыға бастады ма, халық көп болады. Тойға шақырады. Не, өше бастадың ба, сен ешкім жиналмайды. Болды. Басқа қағида жоқ. Сол үшін Инстаграмдағы бүкіл фотоңызды да бәрін жойып тастағансыз. Ол да бар, бәрін кетіріп тастадым. 2024-тен бастап жаңаша бейбіт. Мүмкін солай да теория болады, көреміз. Сосын мысықпен шешіп көрдім. Ол мысық достарын тартты. Сол бір мысықтың аты Фархат деп қойып да. Сосын халық айтқан дейсің, әнші бейбіт қазір мысықтармен бірге жүреді екен Атырауда деп. Менің жолым. Рахмет. Ол шапалақ. Сәлеметсіздер ме? Эфирде хайп емес. Бүгін бізде бағдарламада белгілі әнші Бейбіт Көшқалиев. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Алтын уақытыңызды бөліп, бізбен сұхбаттасуға келгеніңіз үшін рахмет айтамын. Қайырлы таң. Так, біздер сізді сахнада бір ерекше биімен ерекшеленген танымал әншінің қатарында көреміз. Бірақ соңғы кезде сіз сахнадан көрінбей кеттіңіз. Сізді студияға шақырудағы ең бірінші сұрағымыз осы болды. Не үшін сіз сахнадан көрінбей кеттіңіз? Баршаңызға біріншіден жаңағыдай жалынды сәлем, жақсылық тілеймін, амандық тілеймін. Енді екінші сұраққа келетін болсақ, жалпы өнер адамдарында, мен ойлаймын, тіпті қандай да бір шығармашылық адамдарда творчестволық шығармашылық кризис деген болады. Енді мен жас емеспін, жалпы орта жасқа да келіп жатқандай болып жатырмыз. Сондай менде жаңағыдай сезімдер басталды, яғни кризис. Қашан басталды сонда? Ол дейтін 3 жыл болды. Яғни адамның іші не болады? Бұл айтқанда орысша жаңа айтады, пустой. Іштеңе шықпайды, іштеңе көрінбейді. Сондай болады. Жалпы енді халың, жалпы жайың бәрі дұрыс, өмірің бәрі дұрыс, бірақ сондай халге адам ұшырайды екен. Жалпы зерттеп қарайсың ғой, анан-мынан. Сол жерде ондай болады, жалпы адам өмірінде деген жалпы қағидалар бар екен. Сол деп ойлаймын енді бірінші жауап. Әншіге ішкі кризис әсер етті, иә? Сонда ол күйзеліс па, кризис па, әлде... Күйзеліс па деп айтамын, қалай айтады? Иә, өзіңіз көңіл толмаушылықтан пайда болды, да? Иә, ондай болады. Әлде халықтың тарапынан көрерменнен келді ма? Жоқ, өзіңнен болады бәрі. Халыққа не бересің, соны тыңдайды деп ойлаймын, немесе тыңдамайды. Бірақ жалпы ең бірінші негіз ол сен. Адамның өзі ішкі дүниесі. Ішкі дүние дұрыс болса, сен дұрыс сөйлейсің, сен дұрыс қарым-қатынаста боласың, жүрісің дұрыс болады деген сияқты. Жалпы өмірің дұрыс болады. Сол өзің дұрыс болмасаң, түрлі мәселелер, машақаттар шығады алдыңнан. Сол. Мысалы қандай? Сіз қазір дұрысталдыңыз ба енді? Сіз тура жолға түстіңіз ба де. Ойнап айтам. Жоқ, дұрысталдым дегенде енді осы жылдан бастап осы жыл биыл? Осы жылдан бастап бұйырса, енді басталып отыр ғой. Қолға алып жатырмын. Қазір бір ән жазып қойдым жалпы. Менің жолым деген бір әнді жалпы дайындап қойдым. Соның шығуына енді бір-екі айда керек. Жай бүйтіп шығара салғым келмейді. Сол. Енді осы жылда өзіме арнап көремін, Құдай қаласа көреміз. Бірақ жалпы мен дәл айтқанда музыкалық кризисте болсам да, мен басқа да шығармашылық былай айтқанда желіде жүрдім. Ол кішкене CG деген сала бар. CG деген ол енді жаңағыдай мағынасын айтатын болсақ, компьютерлік графика. Ол жаңа ішінде дизайн деген бар, басқа да салаларды қамтиды. Соны дамыттым. Мысалы, кино түсірдік,
Биыл тағы да бір үш сериалды кино шығады. Сол жерде жаңағы продюсер болдым. Өткен жылы тағы бір кино түсірдік. Міне. Қандай тақырыптарды? Жалпы әлеуметтік тақырыптар, болған оқиға ізімен түсірдік. Енді тәрбие болсын деген ниетте түсірдік. Осы өткен жылғы да, биылғы жылғы да сондай болады. Жастарға арналғанды? Жастарға да арнауға болады, жастарға емес, жас еместерге арнауға болады. Енді әркім өзінікін табады деп ойлаймын. Демеушісі бар ма? Демеушісі өзіміздің осы Атырау дін істер басқармасынан басталды. Мен ұсыныс тастағам. Кино түсірейік, киноны дұрыс жағымен түсірейік деген сияқты, сапалы түсірейік. Қазір өткенде сапалы, ол маңызды мәселе ғой. Сіз мысалы iPhone ұстағыңыз келеді, ол сапалы құралдардың бірі да, немесе басқа да бір қымбат машина мінгіңіз келеді. Сол сияқты кинода, музыкада да өзінің сондай талаптары бар, сапалы дүние жасауға болады. Кино әлемінде өзіңізді бірінші рет сынап көрдіңіз осы Атырауда жүріп, да? Бірақ кино Алматыда түсірілді. Өткен Алматыда мүмкіндік көп, көптеген құралдардың бәрі сол жақта. Бізде мысалы Атырауда кейбір камералар жоқ деген сияқты. Сол, о жақ енді миллион халықтан тұрғаннан кейін ішінде миллион өнер бар ғой. Көрерменге жол тартты ма ол фильмдеріңіз? Біреуі тартты, ол YouTube'да тұр, сол Шапағаттың несінде, парақшасында көрсеңіз болады, Пәруана деп аталады. Сол биыл енді тағы сол будильник шығу керек, осы міне деп тұрдық. Демек, сіз әншілікті 3 жыл бойы бұлай қарай ысырып қойып, кино әлеміне аяқ бастыңыз. Ол ысыруды емес, жаңағыдай халде болғасын болды да. Жалпы адам баласы дүние келгесін тоқтамау керек деп ойлаймын. Өз-өзіне белгілі бір кезеңнен кейін есеп беру керек дейсіз, да? Есеп беру кейін, жалпы есеп беру соңында болатын нәрселер ғой. Жоқ, сол сен қандай процесте жүрсің, сол процесті сен әрдайым дамып жүруің керек деп ойлаймын. Мысалы, мен белгілі әнші болсам, мені халық таныды, менің биіммен жақсы көрді, бірақ мен бір күндері жоқ болып кеттім. Ол халықтың көрерменге деген, халыққа деген сіздің, білмеймін, көзқарасыңыз өзгеріп кетті ма, әлде көрермендеріңізді сыйламай қалдыңыз ба деген сияқты халықтың тарапынан болады. Енді түрлі ойларға баруға болады. Бірақ жаңа айттым ғой, ең бастысы сен өзің. Сіз өзіңіздің ішкі атмосфераңыз қалай болады? Соған байланысты сөзде шығады, ақылда шығады. Түсінікті. Сол үшін Инстаграмдағы бүкіл фотоңызды да бәрін жойып тастағансыз. Ол да бар, бәрін кетіріп тастадым. 2024-тен бастап жаңаша бейбіт. Мүмкін олай да теория болады, көреміз. Бейбітті көреміз. Өйткені биыл біз 40-қа келеміз. 40-та енді кішкене басқаша бастау керек деп ойлаймын. Кішкене ақылды қосу керек көбірек, немесе ақылды жігіттерді қосу керек көбірек. Сол жаққа енді көреміз енді. Жалпы бұл нелер ғой, қалай нелер, жоспарлар, оны енді көреміз. Достарыңызды да іріктей бастаған сияқтысыз да, кіммен араласам? Ол енді ол уақыт жалпы өзі оны не істейді? Реттейді, сүзгіден өткізеді. Ол барлығы тек менде емес, ол бүкіл өнер адамдарында емес. Ол бүкіл адамдардың өмірінде болатын құбылыс деп ойлаймын. Қазір кіммен қоян-қолтық араласасыз? Қандай композитор, ақындармен? Негізі өзім композиторлығым бар, жалпы. Ән таңдауда да кішкене оңай емес. Өйткені өзіңе ұнайтын, жаныңа жақын әнді табу, музыкаларды табу өте қиын. Сөзден бөлек музыканың өзін. Сол үшін маған ескі емес, жалпы ескі мектеп деп айтады. Оны ескі деп айта алмайсыз, жалпы қалып қойған деген мағына емес. Ескі мектептің жалпы несі ұнайды? Музыкасы ұнайды. Дәстүрлі? Дәстүрлі емес. Яғни эстрада, поп, попса, бірақ ескі мектеп ұнайды. Олар ескі мектепте? Оны жаңашалау болады, яғни бірақ ескі немен, подача деймі,
халыққа солай берген қазіргі жастардың қаншама концерт беріп жатыр, бірақ олардың бәрі аншлаг болып жатырғандар бар ғой. Сізден кейін де жап-жас болып шығып, күні кеше танылып. Енді ол дейтін жалпы табиғат, өмірдің несі ғой, заңдылығы. Онда таңғалатын ештеңе жоқ. Сенің атың шыға бастады ма, халық көп болады. Тойға шақырады. Өше бастадың ба, сен ешкім жиналмайды. Болды. Басқа қағида жоқ. Осы жерде жаңа 30-да орда бұзбасаң 40-та қамал алмайсың дейді. Сіз 40-қа келдіңіз, бірақ 40-та деп айта алмаймын. Өте жас көрінесіз. Енді біз баяғы 40-тағыдай мал бақпаймыз, қарарымыз жасап жатқан жоқпыз. Сол үшін бұл әсер береді деп ойлаймын. Спорт қосып қоясың анда-санда. Биге барасыз ба? Жоқ, биге бармаймын. Биді тек қойғанда ғана барамыз. Бір әнге арнайы қойсақ, сол кезде барып дайындаламыз. Сол үшін де ойлаймын. Адамның жаңағыдай жас көрінуі. Жалпы қазіргі соңғы ақыр заманның адамдарын қарасаң, бәрі сол жас көрінетін сияқты мен үшін. Да? Сіз мысалы 15-тегі қыз сияқтысыз. Мен де 40-тамын деймін ба? Мен мына жерде бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз өзіңіз жаңа Атырауда жүрмін дедіңіз, жалпы жұмысыңыз осы жақта, кино түсіріп жатырсыз, ал отбасыңыз қай жақта? Тоже Атырауда ма әлде? Жоқ, бәрі Алматыда, енді сабақ қой. Балдары бар, балдар өсіп қалды, бәрі сол Алматыда. Мен тек Атырауға келіп кетемін. Жаңағы өзім мысалы бір айда 2 рет келем, 1 рет келем. Қазір енді Құдайға шүкір баяғыдай бұрын пойызбен жүретін едік қой, 2 күн деп. Қазір рахат, не бар, жаңағыда ұшақ бар. 1 сағаттың ішінде. Балаңыздың ең үлкені неше жаста? 16. Демек, тәрбиесімен қазір анасы айналысып жатырды, балдарды. Анасы бар, әжелесі бар, жалпы нағашы әжесі да? Жоқ, өзіміздің әжеміз. Алматыда бәрі. Алматыға барып қайтады, ол да сол. Оңай ғой. Баяғыда емес. Бәрі бірақ қаржыға келіп тіреледі да. Міне, енді қаржыға келетін болса, ол үлкен мәселе. Өйткені бәрі қаржы қазір. Қайда оқытсаң да, жақсы бір сабақ білім аласаң да бәрі ақша. Соны айтамын. Қазір мысалы сіз жақсы киініп жүру керек. Жаңағыдай телефон, оның жаңа нөміріне ақша салып тұру, бәрі ақшаға тіреледі. Сол үшін өкінішке орай біз енді тек сол ақша жасап кеттік. Кейбір құндылықтар қалып қойып жатады. Өзіңіз айтпақшы ма, тәрбие деген. Кейде ойлаймын, бүгінде ойлап отырмын бана. Жалпы қалай менің арам балдарыммен деп өсіп жатыр. Бір қарайсың 16-ға келеді, бір қарайсың біреу 15-ке келеді, біреу 12-ке келеді. Кеше туған бала. Қаншалықты сол жерден нұқсандық жасап жатырмын деп кейде ойлаймыз. Бірақ енді өмірде тәуекел деген нәрсе бар. Тәуекел деген ол өзің дұрыс болсаң, сен балдарың сондай болады. Өзің дұрыс жүрсең, сенің балдарың сондай болады. Енді айнаң ғой сенің бұл. Сол үшін өзің дұрыс болу керек. Бұл ең бірінші мақсат, бірінші орында тұратын, әрбір адам үшін бірінші орында тұратын нәрсе деп ойлаймын. Өнерге өнерге барғысы келетін балдарыңыз бар ма? Жалпы ешкімді өнерге бар деп біріншіден айтпаймын, екіншіден әркім өзі білет, әзірге білмеймін. Бірақ сұраймын, біреу жаңа бизнес дамытқысы келеді. Бірақ ой ғой енді, ой ауысады. Мен осы жерде ойлап отырмын. Жалпы кәсіпте береке бар дейсіз, өзіңіз кәсіппен айналысасыз ба қосымша? Жоқ, жалпы мен ойлаймын, бүкіл осы жасап жатқан бәрі кәсіп. Жалпы кәсіп деген мағынаның сөзі, ол енді арабтың тілі оған кәсіп деген бір нәрсені талап ету. Яғни біз қазіргі таңда ол ақша талап ету ғой, сондай мағынаға келеді. Кәсіпте кіріс қой. Сол үшін бүкіл сіздің де, менің де жасап жатқан, жалпы бауырларымыздың бәрін жасап жатқан бәрі кәсіп. Болды, кәсіп. Ол міндетті түрде сен Инстаграмда футболка сатуың емес, немесе бір сыйлық сату емес, торт сату емес, бәрі кәсіп. Қазір Атырауда кәдімгі жалақысы бар жұмыстасыз да, сонда осы жақта? Ол қалай басталды? Ол жалпы сіз білесіз, карантинда біз бәріміз жұмыссыз қалдық. Карантин көптеген нәрсені әлемде өзгеруіне көптеген себеп болды. Оның ішінде
талай адамдар марқұм болды әлемде. Сонымен қатар талай адамдар өзінің саласында жүріп бойындағы басқа саланы былай айтқанда оятты. Мен SMM жалпы дизайн жағы бар, соны ояттым. Мен жұмысқа шақырды. Енді мен ол кезде ағам жұмыс жасады басшылықта, бірақ адам ойлап қалмасын, ағасы шақырды деп жоқ. Мен басқа бір департаментте жасаймын. Сол жердің басшысы шақырды. Көмектес деген сияқты. Бізге дұрыстап жаңа не қойып берші деген. Менде кішкене жаңағыдай не бар, енді тәжірибе болғасын келдім. Біріншіден дым жасап отырған жоқ болдым ол кезде. Екіншіден сол содан қалып қойдым. Әлімге шейін жасап келе жатырмын. Міне. Сіздің жұмыстарыңызды олар бір жерден көрді ма, әлде өзіңіз ұсындыңыз ба? Мен ұсынған жоқпын, олар білет жалпы мен соны жасайтынымды. Сол. Енді мен клиптер түсірдім, әртүрлі роликтер жасап жүрдім. Сонымен қатар, мысалы, мынандай дизайнерлерді жасай беремін да, сурет сала беремін. Сондай нем бар, қабілетім бар. Ол бала кезден кетірген. Соны тек компьютерге ауыстырдым, болды. Тағы бір қабілетіңіз, сіз полиглотсыз да? Өткенде бір YouTube каналдан көріп қалдым. Екі тіл білемін. Қосымша араб, ағылшын. Оны енді білмеймін, қаншалықты полиглот деп айтуға ма. Орысша, қазақша 4 тіл білесіз. Орысша енді ол бәрі біледі ғой. Қазақшаны қосып ол минус, дұрыс па? Ол өзімнің ана тілім. Қалған сол 3 тіл. Сол 2 тілде біздің көрермендерімізге бір жақсы тілек айтып жіберіңізші. Сол қызық па сол? Иә, қызық болып тұр. Енді не айтам? Не айтсам ба деген. Hello, hi, how are you десе. Жоқ, енді ағылшын тілін жалпы жақсы деңгейде бітірдім мен. Қосымша курстарға бардыңыз? Мен Малайзияда оққам. Жалпы Нұр-Марак деген университет бітірдім, 2 тіл несін факультетін. Сосын 1 жыл мен Малайзияда тұрдым. Негізі Англияға барғым келді, Британияға, бірақ ақшасы өте қымбат болды. Сол үшін маған кішкене қолайлы. Сосын ағылшын тілін жақсы сөйлейтін мекен болғасын. Бәрі сөйлейді екен, таксистіне дейін. Жақсы практика болды. Оның үстіне мен British Council деген мектепте оқыдым. Ол жерде кілең ана тілді адамдар. Сол жерде 1 жыл өтті. I learned English very well. I think, I don't know, but I got the level of English advanced. But in advanced деген жаңа деңгейде мен уже миым замыкать етіп бастады. Адам 1 жыл тоқтамай оққасын. Мен және оққанда араб тілінде солай оқыдым. 1 жыл Мысырда болдым. Жатып оқыдым. Ояқ енді арзан. Өте Қазақстаннан төмен болды, несі өте жақсы. Мен вообще жалпы маған түрткі болған, ол бір үлкен ғұлама бар, Шафиғи деген, имам Шафиғи деп айтады. Сол кісінің сөзі. Білім алтын нәрсемен алынады дейді. Ұмытып тұрмын мен нақты алтын нәрсе. Уәл хайрсун, уәл иджтихадун, уәл булға. Айтады, я ахи дейді. Ла яналу ал-илма илля би ситта дейді. Білім алтын нәрсемен алынады. Уәл хайрс, уәл иджтихад дейді. Ыжтихад, хайрс деген соған стремление, соған талпыныс. Уәл булға деген сөз ұнады. Булға деген мағынасын не деп ойлап едім. Былай қарадым, бірақ сондай ашатын не екен, сөз екен. Ол объект наслаждения деген сөз бар. Орысша, қазақша келтіре алмадым, но сол қалып қойды. Объект наслажденияларды сен алып тастауың керек. То есть сен мысалы кино қарайсың ба, соларды алып тастайсың. Сен бассейнге барасың ба, соларды алып тастайсың. Сен достарыңмен күнде кездесесің ба, соларды алып тастайсың. Бүкіл нәрсенің бәрін алып тастайсың білім алу үшін. Саған кедергі болатын нәрселердің бәрін алып тастайсың. Сосын оқисың. И сөйтіп мен ешқайда шыққан жоқпын, ешқайда қыдырған жоқпын. Үйде жатам, күнде сабақ оқимын. Солай ағылшыннан 2000 сөз, аннан 2000 сөз жаттап 1 жылдың ішінде сондай болды. И сонда сол кісінің сөзі маған өте қатты әсер берді. Ол қай жылдары сонда Малайзияда сіз? Мен 2009-2010 Египет, 2011-2012 Малайзия. Демек, сіз шетел көрген,
әншісіз шетелде көргендер көп оқып жоқ ол жақта енді көбі қыдырыспен барады ғой ал сіз сол жаққа оқып иә сол шетелге оқудың өзі қазір мысалы көбінесе ата аналар түрткі болып жатады ғой сіздің ата анаңыз айтты ма сол шетелге барып оқуды өйткені мен ол кезде аяққа тұрғандай деп өзім есептеймін ақша өзімдікі сол жинаған ақшаммен оқыдым инвестиция білімге салдыңыз сіз ғой әнші Бейбіттің алға қойған жоспарлары қандай? Жоспар жалпы айтылмайды. Жоспар ол шыққасын ғана көрінеді. Сол үшін айта алмаймын. Сонда? Себебі тіл көз тиіп кетеді. Тіл көзге сенесіз? Әрине сенемін. Тіл көз сіз сенбейсіз бе? Только вперед дейсің. Жоқ, тіл көз бар ғой. Талайды құлатқан тіл көз ғой. Демек сіздің 2024-тегі бастаған жоспарларыңыз бізге құпия болып қалады. Құпия болып қалу керек. Ол барлық салада солай болу керек. Істеп көрсету керек те. Әйтеуір әншіліктен кетпей осы жолды. Иә, енді бір 10 шақты жыл жұмыс жасайтын болармыз бұйырса. Жалпы мен ойлаймын, любой салада, қандай да салада сен тоқтамауың керек болды. Халыққа өте ме, өтпей ме, тоқтама. Жасай бер. Бұйырса, оның жемісін көресің. Бұл қағида сол, басқа қағида жоқ. Жалпы мына жерде біздің хайп емес бағдарламамыздың, хайп емес жобамыздың деп қояйын, логикалық сұрақтар бар. Сол сұрақтарды сізге айтып берсем, сіздің логикаңызды тексеріп жіберейік. Айгерімнің әкесінде 3 қыз бар, Гүлсая, Жансая, және 3-ші қыздың аты кім? Гүлсая, Жансая, Нұрсая десе. Айгерімнің әкесінде 3 қыз бар. Айгерім, иә. Бір бұқа 5 литр сүт беретін болса, 5 бұқа қанша литр сүт береді дейді. Бұқа сүт бермейді дейсің. Дұрыс. Алфавиттің соңғы әрпі қандай? Иә. Алфавиттің соңғы әрпі Т. Дұрыс. Жабық көзбен нені көруге болады? Дым. Көзді жұмып көргенде махаббатыңды көресің. Көзді жұмып дейсіз бе? Көзді жұмсаң, қай жерде екен ілме сөздеріңіз? Көзіңізді жұмып көріңіз. Иә. Кімді көріп тұрсыз дейсіз ғой? Микрофонда десе. Әлі көзіңізді жұмған жоқсыз, микрофонда көріп тұрсаңыз. Да? Дұрыстап жұмыңыз. Ал жұмдым. Қара түсті көріп тұрсыз болды. Ойбай. Тауық өзін құспын деп айта ала ма? Тауық па? Ана қарындас еді, жоқ дейді. Демек ол сөйлей алмайды. Ол күшті екен. Құрметті Бейбіт, қазір сізге осындай суреттер береміз. Осы суреттерді байланыстырып, өзіңіздің өміріңізге қатысты әңгіме құрастырып берсеңіз. Жарайды, ал көрейік. Бұл оқиға менің музыкальный продюсерім Ғалымбекпен ұрысып отырған кезім. Бір мәселені шеше алмай, яғни клип түсіріп жатедік. Сол кезде біз өйстіп ұрысып тұрдық. Ғалымбекпен әлі де ұрсасыздар ма? Жоқ, ұрыспаймыз. Ұрысып тұрдық. Неге ұрысып тұрдық? Себебі ол локацияны дұрыс таңдамаған. Яғни мен айттым, осындай үй тап. Ол басқа үй тауып қойған. Бір қатарлы, бұл 2 қатар керек еді. Сөйтіп ашуланып кеттім де, халықтың арасына кіріп кеттім. Шабыт алайын деп. Сөйтіп шабыт алайын деп халықтың арасына кірсем, біреу түсіріп тұр екен менің шабыт алып тұрғанымды. Неге түсіріп тұрсың деп айтайын десем, сөйтіп ар жағында бір кішкентай қыз жылап отыр. Сөйтіп бұған не алып бердім? Бір мороженый. Мороженый алып бергеннен кейін арамыздан бір мысық өтті. Не айтып отыр құрсын? Мысық көзінде очкиі бар. Бірақ ойладым, мына мысық менімен танысқысы келіп тұр ма деп. Сосын мысықпен шай ішуге бардым. Сосын мысықпен шай ішуге бардым. Ол мысық достарын тартты. Сол бір мысықтың аты Фархат деп қойып отырсаң да. Сосын халық айтқан дейсің, әнші Бейбіт қазір мысықтармен бірге жүреді екен Атырауда деп. Жалпы таң атпай мынандайға біздер түнде оянамыз ғой, кешке қарай.
сағат Таңертең. 8-9-дан кейін. Иә, қазір что-то миым. Қазір миым дейтін замыкать етіп отыр. Аха. Сол. Біздің хайп емес бағдарламамыздың көрермендері үшін жанды дауыста бір ән айтып берсеңіз. Мен жан дауысты айта алмаймын ғой. Неге? Біз фонограммамен айтамыз. Жарайды, ойнап айтамын. Жаңа әндерімнің бірі, жаңа ән болғанда енді осы жыл шығатын менің жолым деп аталады. Кішкене өзіммен қатысты қылып жаздым, енді барымша. Но Музыкасы өзіңіздікі? музыка өзімдікі, сөзі Рустем деген жігіттікі, Арсланов. Бірақ идея енді өзімдікі. Жап-жарық күн өміріңнің, өзің ғана таңдарсың оң солын. Арманың алдамайды, адал болсаң, ешкімге ұқсамайды сонда жолың. Өмірдің ғажап мәні осы, ұмытылар басы. Маңызды аяқтауың қалай соңын. Тұратын бояулардан түрлі, ешкімге ұқсамайтын менің жолым. Рахмет. Жол шапалақ. Бізде сондай-ақ Атырау ақпаратты білесіз. Атырау ақпарат медиа холдингі көптеген өнімдерді шығарамыз. Оның ішінде сізге арнайы осы бағдарламаның қонағы ретінде келгеніңіз үшін дайындалған сыйлығымыз бар. Соны рахмет сізге. Тапсыруға рұқсат етіңіз. Біздер Рахмет. VIP қазақ деп алдық. Қазақтың бәрі VIP болсын деген Фотоны қайдан мақсатта. таптыңыздар? Ол құпия. Қайдан Сізге. Кеше кім болды ғой, айтпақшы, дәл осындай кім суретін көрсеткен. Кеше бір жерге Қуаныш айтады, есіме түсіп жатыр. Одан кейін Қуаныш маған келді, менде бір құтты ролик, кішкене бір ролик түсіргем. Қуанышты қолдадым. Қуаныш мәз болып кетті, ол деген мен VIP қазақ деген мендей болсын деймін ба, не деп айтамын деп. Қазақ деп көреді. Қазақтың бәрі VIP болсын деген. Рахмет үлкен. Алла разы болсын. Біздің көрермендерімізге алғысыңызды айтып. Жалпы Атырау халқына, бұл енді YouTube-та шығады ғой. Жалпы барша қазақ біздің ағайындарға, бауырларға баршасына үлкен сәлем. Бүгін сіздердің бағдарламаларыңызда, осы YouTube проекттеріңізде сіздер жүздесіп отырғаныма, сіздермен сұхбаттасып отырғаныма сізге алғыс білдіремін. Сіздерге аман сау болыңыздар, ең бастысы. Сол білімді болыңыздар, жолдарыңыз ашық болсын, тіл көзден аман жүріңіздер. Сәттілік сізге де. Әмин, рахмет.